Япония тарихында фажиалы күн 74 ел әвелсі Нагасаки шәрінде АБД ордусы тарафындан атом бомбасы атылды. Уч күн әвелсі се Хиросима тамын бойле тақдерге ұқырады. О вақыт 70 бин кеші әлі қолды. Юзлер жинсанлар ерлі барыш паркында топлашып, әлі қолғанларының қатарасыны андылар. Тәфсилатлыжы невбетті келіп хамызда. Бүгін Нагасакинын төпесінде ичбір бұлут йоқ. 74 ел әвелісі се бұл шәр атом патлавына оғырады. О вақыт Япон шәріне аман-аман 4,5 тонналық бомба атылды. О да 500 метр юксеклігінде патлап авада озек бұлутыны шекеллендірді. Нагасакиге атылған бомба Хиросимаға атылғанындан да күчлі еді. Юзлер жинсанларының аятыны тек шәрінің ерлешмесі құртарды. Шәр екі қысымға бөлініп, екі вадейді ерлеші. Хатырат әдбірлеріне Японияға 70 мемлекетнің векелі келді. Сат 11-ні 2 даққа кечкенде, олар сүкунет даққасынен әлі қолғанларының хатырасыны андалар. Чүнке тамам бұл вақыт бомба патлаған еді. Сайғылы мұсафірлер арасында одешетлі күнлерінің шатлары да бар еді. Аятымның сон күнлерде қадар өзек селясындан вазгечмеге чағырajam. Шымды 74 ел әвелсі Хиросима ве Нагасаки 200 бин елі қолғанының ве бүгінде бүгін бұл патлаларының, ақыбетлерінің чекенлерінің қатырасыны анамыз. Нагасаки шәрі башлығы Япония үкіметіні өзек селя ясақ етілмесі ақында анлашманы имзаламаға чағырды. Бұл анлашма да 2017 сенесі БМТ мемлекетлерінен қабул етілген еді. Фақат весиқа әлі да амелге керсетілмеді, чүнки әлі дәвлет тарафындан таздықланмақ керек. Япония үкіметіні анайсыда қайдетілген барышық фельсефесіні күтмеге чағырам, чүнки анда ичбір заман женке кірішменіз деп айтыла. Тешібізчісі олып бұғайыны бұтын дүнияға тарқатмақ керекміз. Жен вақытта атом бомбасындан зарар көрген тек мемлекет адындан Япония үкіметіні өзек селя ясақ етілмесіні аққында анлашманы имзалап, она қол тұтмақ чағырам. Нагасаки шәрі атом бомбасына оғыраған екінші шәр алды. Августың 14-інде Япония ресмен теслим олынды. Весиқа 1945 сенесі сентябрінің 2-сінде имзаланды. Бұл адым екінші жаң женкінің сонуна темел қойды.